Şahs yapılmaydı. Kolay çıkarsın ben canım kılsın ben nasıl şahsıymış. Жақшылығы етмейді. Şahya bulasına bastırasın. Oğlum olsa o енді. Сал еді. Қойып дейді. Үлкендер oldu. Кімдердің қолын қайтармайды. Мені бұрын соңды көрмеген, тірілей көрмеген ер азамат алып қашып кетті. 3-4 бала болып, жолдың бойынан машинаға тығып, әйел қылып алмақшы болған. Кейіннен түсінгенімде, ол кісілер мені Сарыағаш ауданына алып барды. Ол жақта үйіне кіргенімізде өзінің жаңағы туысқандары, жинчелері барлығы орамалын алып жүгіріп жүрді. Балдары салют атып жүрді, және камераға түсіп жүрген адамдар көп болды. Алып қашып кетуді алдын жоспарлағандарын мен сол кезде түсіндім. Сол кезде менің ата-анамның басқа жақта екенін ол кісілер біле тұра, ол жайттардың барлығын жоспарлағанын, және мен айттым ата-анама хабарлау керек екенін, және мен 17 жаста екенімді қайта-қайта хабарласам да, ол кісілер мені өздерінің үйлеріне күштеп кіргізді. Үйге кіргеннен кейін менің телефонымды өз еріктерімен бермейтінін, және өз еркіммен ол жаққа барғандығым туралы расписка жаздырып алмақшы болды. Және оны жазбайтын болсаң, телефонда бермейміз деп айтты. Қоғамдылық көрсетті, қорқытты. Менің расписка жазбайтынымды ол кісілер түсінгеннен кейін мені жыныстасқа мәжбүрледі, күштеді. Олар қазақшылыққа, өзіміздің дәстүріміз осындай, бұл үйден қыз болып шықпауың керек деп, және арғай оқуға бармайтынымды, бұл үйден шықпайтынымды айтты. Жыныстас болмаған жағдайда осында қамап ұсталып отыратындарын қорқытып айтты. Жыныстасқа мәжбүрлі түрде түсіргеннен кейін ол кісілер біздегі Пустинаны алып, келесі бөлмеде отырған жеңгелеріне барып, сүйінші сұрап, өздерінше тойлап кетті. Зорлық-зомбылықтан кейін менің қандай халде болғанымды ешкім қараған жоқ, ешкімге қызық болмады. Ол кісілер өздерінің дегендеріне әбден жетіп болғаннан кейін, араға біраз уақыт салмай, мен ол жақтан қашып кеттім.